Президент қала мен ауыл мектептері арасындағы орта білім сапасының алшақтап бара жатқанын, ауылдық жерлерде білікті педагог кадрлардың тапшылығын атап өтті. Ауыл мектебі, оның ішінде шағын қамтылған мектептерді маманмен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе өңірінде 50%-дан артық шағын қамтылған мектептер бар. Соларды кадрмен қамтамасыз ету барысында университетте бүгінгі күні қосарланған мамандықтар бойынша кадрлар дайындалуда. Бұл арада президент көтеріп отырған құны 90 миллиард ауыл ел бесігі жобасымен қайта жандандыруды тілеп тұрған құны 20 миллиардтық диплом мен ауылға жобасын үйлестіре іске асыру біздің негізгі міндетіміз. Жас маманның берекелі ауылға ғана аңсар ауатынын түсінуіміз керек. Жолдаудағы екінші бір мәселе ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезі келген мемлекеттік тіл мәселесі. Филолог маман ретінде айтарым, қазақ тілі ғылыми техникалық білім тіліне айналмай көсегесі көгермейді. Бұл тұрғыда осыдан бір ғасыр бұрын жазылған Мұхтар Әуезовтің ғылым тілі деген мақаласы әлі өзектілігін жойған жоқ.